Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Біреуге риясыз сену, оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар ұстатқаның. Лыпып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Әрекет етпей арманға жетуді ойлау, егін екпей оны жинаумен тең. Өмірде дана секілді сүргін келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс, әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Жұрттың бәріне бірдей дос боламын дегендер ешкімге де дос бола алмайды. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамыңның өзі сені сатып кетуі мүмкін. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Адамның қалтасына көк ақша түскен сайын кеңкие түседі, ал жүрегіне иман ұялаған сайын еңкие түседі. Келдің бе, ешқашан кетпейтін оймен кел, кеттің бе, ешқашан келмейтін оймен кет. Барлығы сені тізерлеп жылайды деп ойлаған жерде күлімде, адамдарға ешқашан әлсіз тұсыңды көрсетпе. Ешкімге еш нәрсе дәлелдеме, саған сенетін адам дәлелсіз-ақ сенеді. Сенбейтін адамды не жасасаң да сендіре алмайсың. Адамды екі нәрсе қатты өзгерте алады. Бірі өмірінде жаңа адам пайда болса, екіншісі өмірінен бір адам кетсе.